2024 жылдың сәуір айында Астана қаласында автомеханика атты үлкен көрме өткен болатын. Көрмеге автокөлік өндірушілері, автобөлшек өндірушілері және дистрибьюторлар қатысты. Көрмеде автокөлікке қатысты барлық дүниелер көрсетілді десек болады. Олардың ішінде кішігірім предохранительден бастап қозғалтқышқа дейін шығаратын компаниялар қатысты. Сонымен қоса көлік жөндеуге арналған құрал-саймандар, стендтер, станоктар және басқасы да болды. Бұл компаниялардың басым бөлігі көрші Қытай, Ресей мемлекеттерінен келді. Бұлармен қоса атақты жапондық бренд Denso және де немістің Bilstein, ZF сияқты компаниялардың өкілдері қатысты. Көрме өте үлкен болғандықтан біз тек қана өзімізді қызықтыратын, яғни автоэлектрикаға қатысты заттарды ғана көрген болатынбыз. Көрмеде